اقرأ باسم ربك الذي خلق. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Әл-Харам мешітінен баршаңызға жалынды сәлем. Білесіздер ме? Мынау Фахр ибн Абдул-Ғазиз Құран кәрім баспасынан шыққан 450 миллион кітап шыққан. Мен бұл кітапты бұрын ойлайтынмын. Мынаның барлығы компьютердің шрифтімен терілген деп. Сөйтсем олай емес екен. Бұл бір адамның жазған жазуы екен. Ол адам кім десеңіздер, міне артында Әл-Хаттат Осман Тоха деп жазылып тұр. Бұл Осман Тоханы мен 2010 жылы қасиетті Қағбаға кірген кезде көрген едім. Бірақ ол кезде ол кісінің кім екенін білмедім. Жұрттың барлығы амандасады, бәрі қолынан сүйіп атты. Мен де амандастым да өтіп кеттім. Бір арабтан сұрап едім, шейх Осман Тоха ғой деді. Ол кезде оны кім екенін білмедім. 10 жылдан кейін бір арабтың видеосын көріп қалдым. Шейх Осман Тоха туралы айтып жатыр. Ол кісі осы кітапты қолмен жазған деп Құранда. Міне, Аллаға шүкір, осы сапарымызда Нұрлы Мәдинада шейх Осман Тоханың үйін зиярат еттік. Жасы 93-те екен. Бір таң қалғанымыз, ол кісі өзіміздің қандас, негізі қазақ болып шықты. Мен Мысырда оқыдым, Әл-Асқар университетінде, Жамиат Әл-Асқар Шариф, Қахира, Ахараш. Ол кісі бізді көре сала қазақша сөйлеп кетті. Біз өзіміз таң қалдық. Сөйтсек, бұл кісі негізі түркістандық екен. Bizim Kur'an-ı matbaasında sizin lügata tercüme. 70 lügata Kur'an tercüme oldu. 70 тілге бұл Құран комбинатында тілге аударған, соның ішінде қазақшада Yazdı Kur'an-ı соны мен жазған деді. Я бізде Халифа Алтай аударды. Марқұм Халифа Алтай қазақша. Соны да мен жазғанмын. Машалла. Міне, мына кісінің қолынан 15 типография. Қаншама қазір миллион Құран сауабы осы кісіге барады. Мүбәрәк қолмен қаншама нені жазды. Құран жазды. Және біздің енді шынында айтсақ бар ғой, бір тебіреніп отырмыз. Бүгін Алла сондай күнді нәсіп етті. Және бүгін қызым Румайсаның туған күні 28 декабрь, 2 жасқа толып жатыр. Оған бүгін Құдай тамақ бердік, мәуліт оқыттық. Енді мына шейхті көріп қолын алып отырмыз, мүбәрәк бол. Және бір қуанатын жағдай, бұл кісі біздің бауырымыз, негізі қазақ болып шықты. Ол кісіге мен арабша сөйлесіп атсам, ол кісі маған қазақша жауап беріп жатыр. Сендерді көргенде мен бабамды көргендей болдым. Менің бабамда түрлері сендердің аумайтын кісі болатын. Біз Яссауидан 150 жыл алдын бабаларымыз көшіп кеткен дейді. Сирияға келіп, кейін осы 80 жылы Сауд Арабстанға келіп, 3 жыл осы Құранды сол кісі өз қолымен жазған екен. Сондықтан да мынау Құрандағы әрбір әріп ол кісінің өз еңбегі қолмен жазған. Ойлаңызшы, 600 бет Құранды 3 жыл бойы қолмен жазу және компьютерден шыққаннан да артық қылып жазу, шынында да бұл кез келген адамның қолынан келе бермейді. Міне Осман Тоха атамыздың қолмен жазылған Құранды біз оқып жатырмыз, бірақ біз бұл кісі туралы білмейді екенбіз. Міне енді білетін боласыздар. Осы Құранның соңғы бетінде Әл-Хаттат Осман Тоха деп міне бұл кісінің аты жазылып тұр. Бұл кісі қазір жасы 93-те Мәдинада тұрады. Негізі қазақ, өзіміздің бабаларымыздан. Мына кісінің мүбәрәк қолдан қаншама Құран өткен. Алла разы болсын. Түркияның президентіне берді. Ердоғанға ма? Машалла. Біздің Қазақстанның президенті Тоқаевқа қашан бересіз? İnşallah. Fırsat olursa ziyaret eder. Fırsat olursa. İnşallah. Dedelerimiz orada. Doğru. Dedelerimiz. Тоқаев президентімізге де беремін дейді, иншалла. Өйткені ол Қазақстан менің ол бабаларының жері дейді. Қараңызшы, қан деген қалай есі, Субханалла. Біз бұл кісімен былай қолын алсақ, 1 минут қолын ұстасақ деп келдік. Көрмейсіз ме, Алла Тағала қандай? Біздің бауырымыз екен бұл кісі. Осы уақытқа шейін біз қалай білмей жүргенбіз осыны. Көрдіңіздер ме? Ой, Субханалла. Енді сізге елге барышыңыз ләзім. Ләбудан тәзур Қазақстан, ләбудан тәзур бәләдік. Күліл әхлул қазақ ентазирунак. Әхлул қазақ күлі. Әнті қазақ тобға. Сіз қазақсыз. Бабаларыңыз қазақтың жерінен келген.
сол қазақтың жерін зиярат етуіңіз шарт, иншалла. Acık. Вәжіп, вәжіп, тура. Allahu Ekber. Vacip, maşallah. Allah razı olsun. Bu kısım енді Қазақстанға алып барамыз, Құдай қаласа. İnşallah. الله يحفظ. خلينا بقبل هالايدي اللي تاخذ المصحف الشريف. الله يحفظ. الله يحفظ.